Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін мен сіздермен 7-ші сыныптың қазақ тілінен 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламын. Бірінші тыңдалым тапсырмасы, мынау мәтінді мұқият оқып шығамыз. Содан кейін осы мәтін бойынша төмендегі тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші мәтінмен толық танысып шығайық. Күй қазақ халқының ұлттық өнері. Олар қуаныш пен қайғыны күй арқылы жеткізген. Күй қазақ халқының ең басты рухани байлығы. Күйді қазақтың екінші тілі десе де болады. Күй махаббат, азаттықтың, еркіндіктің жаршысы. Құрманғазы Сағырбайұлы күй атасы, қазақтың күйшісі, композитор, домбырашы, халықтың аспаптық күй өнерінің классигі. Ол Орал облысында туған. Құрманғазының алғашқы ұстазы Ұзақ болған. Ұзақпен бірге ел аралап, домбырашылық өнерін жетілдірген. Өнер сайысына түскен. Құрманғазының алғашқы күйлерінің бірі Кішкентай. Одан кейін Ақбай, Ақсақ киік, Көбік шашқан, Адай, тағы да басқа күйлерін шығарған. Күй анасы Дина, атақты күйші, композитор Дина Нұрпейісова. Ол да Орал облысы Бекетай құмында қарапайым шаруаның отбасында туған. Әкесі Кенже Динаны бала кезінен еркін өсірген. Ол 7-8 жасында қолына домбыра ұстайды. 9 жасында ұстазы Құрманғазымен танысады. Дина өз заманының белгілі күйшілерімен кездеседі. Олар Ұзақ, Түркеш, Көкбала және тағы да басқалары. Осы күйшілердің шығармаларымен танысады. 1888 жылы Құрманғазы Динаға менің күйлерімді кейінгі ұрпаққа жеткіз деп өз домбырасын ұсынған. Дина ұстазының өсиетін орындады. Динаның кең тараған күйлері Әсем қоңыр, Тойбастар, Желіс, Ана бұйрығы, Бұлбұл және тағы да басқа. Атақты күйшілер деген нұсқаны таңдаймыз. Осы дұрыс нұсқа болып есептеледі. Келесі, сөйлемді өз сөзіңізбен жалғастырыңыз. Ойды қорытындылаңыз. Қалыптасқан радио деуге болады, немесе халықтың мұрасы. Күй халықтың мәдениетінің дәстүрінің немесе болмысының, немесе рухани болмысының рухани болмысының көрінісі десек те болады. Бұл өнер ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатыр. Үшінші тапсырма, ақпараттың дұрыс және бұрыстығын анықтаңыз. Бірінші, Дина 5-6 жасында қолына домбыра ұстайды. Олай болатын болса, бізде бұл ақпарат бұрыс болады. Құрманғазының алғашқы ұстазы Ұзақ. Дұрыс. Келесі, мәтін бойынша ақпаратты толықтырыңыз. Құрманғазының күйлері. Мына жерден мәтіннен бірінші Кішкентай деген күй бар. Тұрақты жазып шығамыз. Одан кейін Ақбақай, Ақсақ киік, Көбік шашқан, Адай күйлері. Келесі, оқылым тапсырмасы. Мәтінді мұқият оқып, оқылым тапсырмасын орындаңыз. Құрметті Ләйлә Қадырқызы, сізді ұлыстың ұлы күні халықтық мереке
наурыз мейрамымен құттықтаймыз. Наурыз қайырымдылық пен имандылықтың, бірлік пен достықтың ұлы мерекесі. Ол баршамызға жақсылық, ырыс, отбасыңызға баянды бақыт пен құт береке ала келсін. Шынайы тілекпен кәсіпкерлер палатасының жетекшісі Мейрамова. Жақсы. Енді тапсырманы орындаймыз. Мәтіннің жанрын анықтаңыз. Енді бұл жерде мінекей құттықтаймыз деген сөздерге тілек тұр, сондықтан бұны біз құттықтау хаты деп белгілейміз. Екінші сұрақ. Құттықтаушы кім? Құттықтаушы міне шынайы тілекпен кәсіпкерлер палатасының жетекшісі Мейрамова. Мінекей дұрыс жауабы. Құттықтау хатқа тән екі сөз қолданысты көрсетіңіз. Бағана мен айттым ба? Бірінші ол не? Құттықтаймыз деген сөз. Екіншісі құрметті. Екі сөз де бар мына жерде. Құрметті және құттықтаймыз деген сөз. Келесі. Құттықтау кімге арналған? Құттықтау бізде мінекей құрметті Ләйла Қадырқызы деп, яғни бізде құттықтау Ләйла Қадырқызына арналған екен. Осымен біз оқылым тапсырмасын орындап шықтық. Келесі жазылым. Бізге екі жағдаят берілген. Берілген жағдаяттардың бірін таңдап құттықтау хат жазыңыз. Жазылым мәтінінің тапсырмаларын экранға көрсетіп қоямын. Келесі соңғы айтылым тапсырмасы. Бұл жерде бізге шартты суреттер берілген. Берілген шартты суреттер нені меңзейді? Бірін таңдап жұпта диалог құрастырыңыз. Әр оқушыға 2 минут. Бұл жерде енді бірінші ғаламторға байланысты. Ғаламторды пайдалану, көп пайдалануға болмайды, немесе пайдасы мен зияны туралы құрса болады. Екінші бұл музыка өнері. Жаңа қазақ халқының күй өнері, немесе аспаптар, әр ұлттың өзіне тән ұлттық аспаптары жайында диалог құрса болады. Енді үшіншісі бұл жерде көріп тұрғанымыздай егін шаруашылығы, мал шаруашылығы туралы айтса болады. Төртінші бұл наурыз мейрамы туралы. Енді қазір осының әрқайсына қысқа диалог құрастырып көрейік. Айтылым тапсырмаларына арналған диалогты экранға көрсетіп қоямын. Осымен 7-ші сыныптың қазақ тілі пәні бойынша 3-ші тоқсандық жиынтық бақылау жұмысын орындадық. Каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңыз.